теріні қорғауға арналған қарапайым құралдар, қосымша киімдер және сіндіру арқылы олардың қорғану қасиеттерін арттыру. Зақымдану ошақтарындағы тұрғындар теріні қорғаудың қарапайым құралдарын пайдалануы мүмкін. Олар: өндірістік киім, ең жақсысы қалың кенептен тігілген арнайы киімдер. Тұрмыстық киім, резиналы немесе хлорвинил үлпегімен қапталған матадан жасалған плащтар немесе плащ және жебірейлер. Жағдайға: резеңке етік, резеңке жеңбелгі. Қарапайым спорттық, жұмыс және мектеп киімдерінде радиобелсенді шаңдардан қорғану мақсатында тек ылғалданғаннан кейін қолдануға болады. Осы мақсатта тығыз матадан тігілген капюшоны бар комбинезон, жем ұштары және шалбар балақтарының ұшына сына, тартпа түймелерге арналған тігіледі. Бас киімдер, қолғаптар, мойын орағыштар, қарапайым бас орамалдармен қорғауға болады. Киімнің барлық түймелері, ілгектері, батырмалары жабылып салынуы тиіс. Жаға көтерілген және оның үстінен мойын орағышы тығыз оралған. Жеңдер білезіктен тығыз таспамен байланған. Күрте, пиджак етектері шалбар ішіне салынған. Шалбар балақтары етіктің балақтарынан сыртынан түсірілген болуы тиіс. Киімді улағыш заттардың буынан қорғау үшін оған арнайы К4 паста немесе сабынды майлы эмульсия сіңдіреді. Жағады. Сабынды майлы эмульсияны 60-тан 70 градус Цельсийге дейін қыздырылған 2 литр суда 250-ден 300 граммға дейін шаруашылық сабынды және 0,5 литр минералды немесе өсімдік майын араластыру арқылы дайындауға болады. Сабын толық ергеннен кейін майды құйып жылдам араластырады. Киімді осы ертінді құйылған ыдысқа салып батырады. Кейін аздап сығып, ашық ауада кептіреді. Жалпы әскери қорғаныс жиынтығы: 1. ОП-1М қорғаныс плащы. 2. Төбе бау. 3. Жауырын бау. 4. және 7. жапсырма сақиналар. 5. бас бармақ үшін ілгек. 6 және 10. бекітпелер. 8. орталық қыстырғы. 9. баулар. 11. плащ тіктегіштері. 12. ОП-1М қорғаныс плащының қапшығы. 13. қорғаныс қолғаптары және шұлықтары үшін қапшық. 14. қорғаныс шұлықтары. 15. БЛ-1М қорғаныс қолғаптары. 16. БЗ-1М қорғаныс қолғаптары.